Қыздар, мінекей, мына алдымен басып тастадым, алдына мән бермейміз. Міне язычокты оқиын деп жатырмыз ғой, тілін. Егер де сіздер мына жақтан аз петля қалдыратын болсаңыздар, мынау язычок просто үлкейеді. Үлкен болғанда жақсы. Егер көп қалдырсаңыздар, мына язычок шамалы қысқарады, былайынан болады, Бұның айырмашылығы сода. Енді өткен видеода мен сіздерге мынадан 12 петля қалдырдым деп, 12 емес, 11, екі жағынан 11 петля қалдырдым. Менде мына жерде 21 жолақ тоқып болғаннан кейін мына жақтағы бір соединительный петляны қосқан кезімізде, мына екі соединительный петлямен біз аяқтадық қой. Соның мынау біреуі қазір тоқылады ғой мына жақта. Сондықтан 51 петля деп есептедім. 11-ден 22 алғанда 29. Сонда мен язычогымда 29 петля болады. Негізі петля санына қарамасаңыздар болады. Жаңағыдай принцип бойынша язычок үлкен болсын десеңіздер, мына жақтан сәл аздау қалдырамыз. Язычок осы тура мен тоқып жатқандай болсын десеңіздер, онда менің айтуыммен, яғни 36-37 размерге екі жағынан 11 петлядан қалдырасыздар. Әрі қарай, егер мынау үлкен болатын болса, онда сәл 11 емес, 10 петля. Егер 40 размер соған тоқим деп жатсаңыздар, петля санына қарайсыздар да, мынау ол кезде уже бізде петля саны үлкен болады ғой. Өйткені мынау ұзын, мына жерде ұзын, мына жолақтың саны да ұзарады. Сондықтан мына жақтағы петлямызға біздің қатты әсерін бермейді, тек сіздің қалауыңыз бойынша. Язычок үлкен болсын десеңіз, аз қалдырасыз, язычок жіңішке болсын десеңіздер, көп қалдырасыздар. Енді әрі қарай біз бастаймыз, қыздар. Мінекей, бізде қазір мына жағынан 11 петляны санаймыз. Мынау тұрған петлядан басталады. Мінекей, манағы соединительный тоқылған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мінекей, 11 петляны қалдырдық. Мынау 11-ші петля. Яғни 12-ші петляға саламыз. 12-ші петляның барлығына емес, артқы қабырғасына, задняя стенка, артқы қабырғасына саламыз да тоқуды бастаймыз. 29 петля тоқимыз. Яғни мына жағынан 11-ін қалдырамыз. Бірінші петля воздушный. Біреуін тоқыдық. Одан кейін әрі қарай былайынан көрсетейін. Шамалы үлкейтейін десем, болды, үлкейді. Қарап жүріңіздер, қыздар. Бірінші петля мінекей тоқылып тұр. Мынау бір петля ғой, соның мінекей екі қабырғасы тұр. Осы екі қабырғаның артқы жағындағы қабырғасына, осы жерге бір қабырғасына ғана тоқимыз петляны. Осылай кіргізіп аламыз да, тоқимыз. Енді тоқып жатқан кезінде мынау артық жібімізді ортасына кіргізіп жібереміз. Кіргізбесеңіздер де болады, ол кезде мына жаққа қарай, әрі қарай тығып жіберетін боласыздар. Бірақ кірсе, барлығы ровно тұрады, қиналмайсыздар. Келесіде мінекей мынау. Бұл манағы ең бірінші соединительный етіп алдық қой бір петляны, ол уже бізде бірінші петля болып саналады. Мынау екінші петля, әрі қарай үшінші петля тоқылып жатыр. Мінекей, мынау жіп өзі осылай ортасында қалып кетеді. Бізге келесіде зиян тимейді сонда, мінекей, ортасына кіріп кетеді, білінбей қалады басталғаны. Осылайнан, қыздар, тоқимызда мына жақтан 11 петляны қалдырғанша мына жерге тілін тоқып шығамыз. Артқы жағына, мынау алдыңғы жолақ бізге келесіде керек болады, сондықтан тек артқы жолаққа тоқитын боламыз. Маркермен мына жақтан 11 петляны санап алып, 12-ші петляға маркер қойып қойсаңыздар болады, бірақ барлығын санап алып қоясыздар. Оп-оңай, қыздар, ешқандай да қиын емес. Мен қазір мына қатарды аяқтап сіздерге әрі қарай қалай тоқитынын көрсетемін.